Біріншісі көпшілік білетұғын әребек. Апуай етіп түсіндіретұғын болса, мұрынға тағатұғын сырға. Оны қыз келіншектер мұрнының оң тарапіне тағатұғын болған. Әребек көбінесе күмістен ізленіп, айырым жағдайларда ғана алтыннан ізленген. Оның бір шеті ұшы ішке қайрылады. Екінші шетінде соны өткеріп ілдіретұғын ілмегі болады. Әребектің ортасында сыртқы қапталында хасыл тастан ізленген қызыл, көк реңлі перуза таслар, жұмалақ, ширатпашы көйлер болады. Кейпірі алтын жалатқан әребеклердің ортасына нағыслы күміс дөңгелек бекітіледі. Әребектің түрі негізінен көп болған. Деректерде жазылуынша, бұл безену бұйымының тикарығы мақсаты қыз келіншектерді тіл көзден сақлау һәм адамның диққатын оның жүзіне емес, ал әребекке тарту болған. Моншақлар болса көбінесе маржанлардан бірнеше қатар етіп дізілген һәм оны қыз келіншектер мойнына тағып жүретұғын болған. Сондай-ақ ол маржанлардың арасына кішкене қоңыраулар һәм майда теңгешелер де араластырылып ісленетұғын болған.